Темір мен шыныдан жасалған екі бірдей шар белгілі бір биіктіктен құлайды. Құлау нәтижесінде олардың қайсысы көбірек қызиды дейді. Бізде екі шар берілген, біреу темір, біреу шыны. Олар бір биіктікте тұр. Биіктік болғандықтан бізде потенциалдық энергия бар, потенциалдық энергия бар екеуінде бірдей. Енді құлау кезінде потенциалдық энергия кинетик энергияға айналады. Екеуі бірдей болғасын бірдей номер. Жерге түседі. Жерге түскенде шар, олардың энергиялары шардың ішкі энергиясына айналады. Ішкі энергия айналады. Соның арқасында олар қызиды. Сонда біздің ішкі энергиямыз ол қызу Q, жылу мөлшерін алады Cm дельта T. Қайсысы көбірек қызиды дейді. Яғни бізде ол масса бірдей, яғни шарлар бірдей болғандықтан, бірақ жылу меншікті жылу сыйымдылықтары әртүрлі, С-лары әртүрлі. Яғни Т темір, С шыны. Темір мен шынының жылу сыйымдылықтарын кесте бойынша қараймыз. Оқулықтың артында темір бізде 460 джоуль килограмм градус. Шыны бізде 700 джоуль килограмм градус. Бұдан біз көретініміз темірдің меншікті жылу сыйымдылығы аз, яғни ол 1 градусқа қызу үшін оған 460 джоуль керек, ал шыны 1 градусқа қызу үшін 700 джоуль керек. Яғни темірде бізде көбірек қызиды, көп градусқа. Сол себепті біздің жауабымыз болады темір. Массасы 5 кг алюминий бөлшек 200 метр биіктіктен құлайды. Құлау нәтижесінде бөлшек қанша градусқа қызады? Алюминий бөлшектің барлық механикалық энергиясы толығымен ішкі энергия айналады деп алыңыз дейді. Жазайық, берілгені 5 кг масса, биіктік 200 метр. Кесте бойынша меншікті жылу сыйымдылығы 920 джоуль килограмм градус. Еркін сөндіру 10 ньютон килограмм. Табу керек дельта Т қанша градусқа? Талдау. Бұл біздің шарымыз төмен қойды. Биіктікте тұрғанда ода потенциалдық энергия болады. Қойды, кинетик айналады, кейін жерге түскенде олардың барлығы ішкі энергия айналады. Шардың ішкі энергиясы айналады. Бұдан бізде Е потенциалдық ол ішкі энергия айналады, ал ішкі энергия қанша қыз дегенде ол жылу мөлшері, яғни ол Cm дельта Т. Е потенциалдық бізде mgh. Сонда бізде mgh тең болады Cm дельта Т. Сонда дельта Т тең болады mgh бөлу Cm. M мен M қысқарады, сонда gh бөлу C біздің формула. Соңғы формула сонда бізде еркін түсу көбейту биіктік бөлу меншікті жылу сыйымдылығы. Шешуі. G деген бізде 10 деп алайық. Биіктік 200 метр, С деген 920. Жуықтағанда 2,17 градусқа қызады. 300 метр биіктіктен тас құлайды. Соның нәтижесінде ол 2 градусқа қызады. Тастың меншікті жылу сыйымдылығын табыңыз. Тас энергиясының 40%, оны қыздыруға жұмсау деп алыңыз. Берілгені биіктік бізде 300 метр. Дельта Т 2 градус. 40% ол пәк болады, 40%. Табу керек меншікті жылу сыйымдылығы. Талдау. Пайдалы жұмыс бізде ол қыздыру, толық жұмыс, ол банағы құлағандағы потенциалдық энергия ғой. Пайдалы бізде Q қыздыру Cm дельта Т, толық ол потенциалдық энергия mgh, яғни еп. Орындана қойық, сонда Cm дельта Т, mgh көбейту 100%. M мен M қысқарады. Сонда бізде пәк C дельта Т, gh көбейту 100% болады. Бұдан С-ны табамыз. С-ны табу үшін пропорция gh пәкке көбейтіледі, дельта Т бөліміне барады. 100-де бөліміне болады. Сонда бізде С тең болады. Пәк көбейту G көбейту H бөлінген дельта Т 100%. Мынандай формула. Шешуі. Так, С тең болады. Пәк 40%, G 10, H бізде 300 метр. Дельта Т 2, 100%. Қысқартамыз 3 болады, мына екеуін қысқартамыз 20 болады, 20 200-203-ке 600 джоуль килограмм
градус